сіз алдымен бұрышқа қоймай тұрып балаға түсіндіресіз. Сен мынаны бұздың, мынаны ұрдың, сол үшін барып, бұрышқа тұрғызады. Түсінді ма? Саналы қоғам қалыптастыруды мақсат еткен ұрпақты асылдандыру семинары ұлт болашағына бағытталған маңызды бастаманың бірі. Шымкентте ұйымдастырылған мазмұнды кездесуде қоғам белсендісі Айнұр Бектұрған ата-аналарға отбасы тұтастығын қалыптастырудың және ұлт тәрбиесінің өзекті жолдарын ұсынды. Сонымен қатар әр жас кезеңіне тән бала психологиясының ерекшеліктерін жүйелеп түсіндірді. Шараға арнайы келген Ләззат Рамазанова семинардың мазмұны терең әрі пайдалы болғанын атап өтті. Бәріміздің көкейімізде жүрген сұрақтар отбасы құндылықтары, бірақ оның негізі қайда? Біздің қателіктеріміз, біздің күнделікті көрмей жүрген дүниелеріміз, осының барлығы көне заманнан келе жатқан біздің ата-бабаларымыз, ағартушыларымыз, біздің зиялы қауымымыз қандай дүниені бізге өсиет қылып қалдырды. Ол бүгінгі заманауи кезеңде қалай оқылады? Өзіміздің ел болып, ортақ болымсызды сақтап қалу, бұның барлығы отбасыдан басталады. Қызғалдақ сарайында өткен жиынға 2000-нан астам адам жиналды. Қатысушылар қатарында нәзік жандылармен бірге ақсақалдар мен жасөспірімдер де бар. Кездесу барысында спикерлер рухани тұрақтылық, отбасы тыныштығы және қаржылық сауаттылықтың негізгі ұстанымдарын тарқатып берді. Ұйымдастырушылардың айтуынша, іс-шараның басты мақсаты көне замандардан жеткен тағылымды білімді бүгінгі өмірге бейімдеу. Негізі жастарға осындай адамдар керек. Негізі Айнұр Бектұрғанның ұнайтыны ғылыми түрде Абайдың сөздерімен дәлелдейді. Кейбіреуде енді болады ғой спикерлер, әйтеуір айта беріп, мысалды келтіре беріп, бұл әр сөзіне ол жауапты да. Бұл өте қажет семинар. Мен өзім жаңағы 4 сағат отырсақ та талай жақсы білімдер алдым. Алгоритм формалары өте мықты. Рахмет деп айтқым келеді. Ата-бабамыздан келген салт дәстүр бар, кеңестер бар айтылып жатқан әке-шешеміздің. Соның бәрін келіп, мен Айнұр ханымды тыңдағанда, сол менің бәр басымды іштегі, жүректегі нәрсенің бәрін осы бір ретіне әкелгендей болып отыр. Өзіміздің керекті заманға сай білім мен ілім, система, бәр фундамент, бәр формулары бүгін өзімізге нақты қазір керекті нәрсе деп ойлаймын. Тағылымды кездесуде мамандар білім мен ғылымға ұмтылған ой таза ұрпақ қалыптастырудың бірнеше тиімді тетігін таныстырды. Сондай-ақ адам санасын кез келген жаста жаңартып, өмірге жаңа көзқараспен қарауға болатыны айтылды. Сондықтан семинарды онлайн тамашалау мүмкіндігі де қарастырылған. Алдағы уақытта бұл бастама еліміздің өзге өңірінде де жалғасын таппақ.